Баршаңызға сәлем. Қасиетті Рамазан айы мүбәрәк болсын. Бүгін сіздермен хұрмадан жасалған бәліш дайындап үйренеміз. Бұл бәліштің дәмі басқа бәліштерден өте ерекше дәмді болып келеді. Себебі құрамында хұрма жемісі бар. Хұрма жемісінің пайдасын айтпасам да белгілі шығар. Өте көп ауруларға ем болып табылады. Ең алдымен бөлме температурасындағы сары май немесе маргаринді алып, үстіне қант салып, 3 жұмыртқамызды салып, араластырып аламыз. Келесі кезекте белгілі мөлшердегі ұнымыздың үстіне қопсытқышымызды салып, осындай елекпен өткізіп, тағы да араластырып аламыз. Дұрыстап араластырып болған соң, бөлме температурасындағы 6 қасық сүтті алып, тағы да барлығын араластырамыз. Бәліштің қамыры дұрыс араласу үшін венчикті пайдаландық. Бірде-бір ұн, қант қалмау керек. Барлығын дұрыс араластырып, осындай қалыпқа келу керек. Одан кейін жуып тазаланып алған хұрмамызды ішіндегі дәнін алып, екіге бөліп, тағы да венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Кольцоымыздың астына фольга төсеп, дайын болған массаны салатын боламыз. Ал сіздер пирог пісіретін қалыпқа салып пісіріп алуларыңызға болады. Алдын ала қыздырып алынған пешке 140 градуста 30-35 минутта пісіріп аламыз. Піскен бойда біраз суытып, суыған соң үстіне осындай қант ұнтағын сеуіп ұсынуларыңызға болады. Дәмі өте керемет, ерекше дәмді және де нәзік болып піседі. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің видеом ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.